жалпы тәрбие құрсақтан басталады дедім иә. Алдынан біз бала күнімізде ата-анамызды кешіре алмағанның нәтижесінде біз осындай, мысалы, өмірімізде бір жағдай болып жатса, соған ата-анамызды кешіре алмаудың нәтижесінде кетіп отырмыз екен. Ата-анадан белгілі бір энергия беріледі. Мысалы, әкеден байлық пен даналық энергиясы берілетін болса, анадан мейірім, махаббат энергиясы беріледі. Біздің анамыз бен әкеміздің кешіре алмауымыз осы энергиямыз жан дүниемізде толықпаудың себебі екен. Жалпы 7 атадан берілетін энергиялар бар. Сол сабақта, келесі сабақта сол туралы айтатын боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Әкемізбен қарым-қатынасымыз дұрыс болмаса, біздің ақша потогымыз жауылып, және біздің баюымызға кері әсерін тиеді екен. Сондықтан біздің елдермен қарым-қатынасымыз және білім алуымыз бәрі, әкемізбен қарым-қатынасымыз дұрыс болмаған жағдайда осы жолдарда жауылып дұрыс болмайды екен. Ал анамен дұрыс қарым-қатынас болмаған кезде сіздің отбасыңызда дұрыс қарым-қатынас, балаларыңызға деген мейірім, махаббат болмайды екен. Сондықтан анадан мейірім, махаббат энергиясы беріледі. Сондықтан анамыз бен әкемізбен ара қатынасымызды жөндеген жағдайда біздің өмірімізде бір белгілі бір өзгерістер болғанын байқайсыз.